Türklerin çıgуу tegi tuuralı türlü жазбаларды зерттеп жинақтап, және Қытай жазбаларын терең зерттей келе түрктердің тарихын толық білуге мүмкіндік туды. Оған кейінгі археологиялық зерттеулер мен генетикалық зерттеулер де септігін тигізді. Түрктер тарихы сөз болғанда оларды ғалымдардың бір тобы Александр жорығынан зардап шегіп шығысқа ауған сақтардың bir бұтағынан шықты десе, Қытай жазба деректерінде екі түрлі айтылым таласта болып келеді. Бірінде былай жазылған еді, олар батыс теңізден келді дейді. Бұл Арал теңізі ғой. Енді бірі солтүстіктегі Со елінен келді. Яғни ғұндардың солтүстігіндегі Со деген елден келді деген жазба. Мұндағы Со деген ел Байқалдың шығыс терістік тұсы деп мөлшерленеді. Жақында Қытай ғалымдары Қытайдың Жу еліне ұзатылған Ашина ханымның сүйегіне зерттеу жасау арқылы түріктердің солтүстік шығыс азиялық нәсіл екенін айқындады. Демек, бұл Қытай жазбасындағы түріктер ғұндардың бір тармағы еді. Және олар ғұндардың солтүстігіндегі Со деген елден келді дегенге сәйкес келіп тұр. Ал Со мемлекеті Байқалдың шығысындағы Соланға немесе Селенгі аймағына сәйкес еді. Зафарнамада былай деп жазылған: түрік барлық әкесінен қалған валаятты аралап шығып, өзіне өте ұнаған Селенгей деп аталатын көптеген таулар мен мөлдір бұлақтар болған жерде қоныс тепті деп жазылған. Археологиялық зерттеулер Ресейдің Бурятия республикасына қарасты Селенгі өзені ағып өтетін үлкен көлемдегі аумақтардан көптеген ғұн зираттарын қазып алды. Және ол өңірде ертеден егін шаруашылығы өркендегенін анықтады. Жергілікті халық аңыздарындағы тау басында тұр деген үлкен қола қазандар және түбіне 40 құлаш арқан жетпейтін тас құдықтар деген аңыздар бар. Соларды білетін ламалар оны іздеген адамдарға көрсетпей қашқақтап құтылған. Әйтпесе бұл өңірдің ежелгі патшалар тұрған қоныс екеніне көптеген дәлелдер дайын еді. Кейінгі замандағы Шыңғыс ханның Шынбай деген генералы үлкен қосынмен 7 ай бойы жаулап ала алмаған Меркіт бекінісі де осы аумақта жатыр. Ал енді солтүстік шығыс азиялық нәсіл дегенде тұңғыс нәсілді деп айтуға келмейді. Тұңғыс нәсілді Табғаш патшасының түрік қағанын айтқан бір сөзі бар: мен Қытанды жауласам не бопты? Ол халық сендерге туыс емес қой деген. Шида династиясының ханы былай деп халқын айтқан сөз бар: көрдіңдер ме? Маған солтүстіктегі елдің тәңір құтыда басып келді деп. Бұл басып келген адам түріктің Раңған деген қағаны. Раңған деген қағаны кейін аты Чимін деп өзгерген түрік қағандарының біреуі ғой. Ол Сүй династиясының ханына бағынышты боламын, енді сендердің заңдарыңа бағынып, салттарың бойынша бұрымдарымды ағытып, шашымды сендерше түйіп төбеме, шашыма қадау-қадап, киімдерімді сендерше жайылып киіп жүремін деген сөздер айтқан еді. Сүй ханы оған рұқсат еткен жоқ. Сен өз дәстүрі, өз салтыңмен жүре бер деген. Осы Сүй ханның осы сөзде түріктердің ғұндардан шыққанын әйгілеп тұр. Ғұн тәңір құтының заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда, яғни бұдан 2200 жыл бұрын хан династиясына жазған бір хатында былай деген: менің қол астымда 26 мемлекет бар деп. Түріктер әне сол 26 елдің бірінің ұрпағы болса керек. Шыңғыс ханның тайпалары алғашында 23 болған болса, кейін 72 болған сияқты, көшпенді тайпалардың ішінде де үлкен хан шыққан тайпа өзінің соншалық кішкене болғанына қарамастан, төңірегіндегі барлық өзіне бағынышты тайпаларға өзінің атын сіңіре алды. Түрік те сондай, татар да сондай, моңғол да сондай, тіпті арғы жағындағы
Ғұндар да, сақтар да сондай. Бәрі де бір ғана тайпа, бірақ сол маңындағы өзіне қараған халықтарға ғұн деген ат, ғұндар, түріктер, татарлар, мұңғұлдар деген сияқты аттар сіңірді. Мысалы, өзіміздің Найман ішінде де саны ерекше тездікпен өскен Қызай деген ру бар. Осы Қызай 4 төлегетайдың бірі Матайдан тарайды. Ал осылардан руың кім деп сұраса Найманмын немесе Найман ішінде Матаймын деп жүрмейді. Тікелей Қызаймын дейді. Өйткені көптігімен танымал. Түрік тайпасы да осындай чапжаң өсіп өздеріне билік тиген соң өзіне бағынышты елдердің бәрінде түрік атандыра алды. Томын қаған өлген соң орнына отырған Есекей қаған болды. Есекей қағанды қара еске қаған деп жазып жүргендер де бар. Есекей қағаннан кейін көп өтпей таққа отырған Мұқан қаған тұсында Уй елінің өзі екіге бөлініп, шығыс жағы солтүстік Чи, батыс бөлігі батыс Уй деп аталатын. Мұқан осы батыс Уймен бірігіп, бір кезде өздерін талқандап, құрта жаздаған Тугухун мемлекетіне қарсы жорыққа аттанды. Және оны жеңіліске ұшыратып, Тибет үстіртінде кішкене ел қалпында қалдырды. Кейінгі лекцияларда осы Тугухун қалдықтары қандай ел болғанын айтатын боламыз. Бұл кезде Тугухундар бүгінгі Чинхай провинциясында еді. Олардың сол кездегі жағдайы солай болды. Батыс Уй билігі тобашылардың енді бір ханына өткен кезде ол елдің аты өзгеріп Жоу елі деп аталды. Біздің түрік тарихының алғашқы бөлімдерін осы Жоу елі көбірек жазды. Біраз жылдар өткен соң Мұқан қаған Жоу елімен бірлесе отырып солтүстік Чи елін талқандамақ болды. Бірақ соғыс қызып енді жеңуге тайғанда Мұқан әскерін шегіндіріп әкетті. Екінші ретте тағы солай істеді. Үшінші ретте әбден әлсіреген солтүстік Чи елін құтқару үшін Мұқан қағанның өзі келді. Демек, түрік елі сыртқы саясатта да өте шебер болған. Олар көршілерінің бірін айдап салды. Немесе бірінің қатты күшейіп кетуінен сақтанып, екінші әлсіреп кеткен екіншісін демеп отырды. Біреуінің қатты күшейіп, үлкен империяға айналып кетуінен қатты сақтанып отырды. Олардың сыртқы саясаты туралы әйгілі болуы содан.